Сәлем қыздар, сіздермен қазіргі таңда ең танымал болып жатқан чизкейктердің бірі Сан-Себастьян, яғни испанский чизкейктің әзірлену тәсілін көрсетемін. Әуелі мен YouTube каналыма тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл чизкейкті жасау үшін описание бөлімінде көрсетілген заттардың барлығын мөлшерінен асырмай қосыңыздар, сонда дәл менікіндей әдемі чизкейк сіздерде жасалынады. Ең әуелі творожный массамызға осылай қантты қосып, жақсылап қалақшамен араластырамыз. Әуелі қалақшамен араластырамыз, әрі қарай миксердің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мен осылай жаңағы миксердің көмегіне жүгіндім. Әрі қарай біз лимон суын дайындап аламыз. Лимонның шырынын 1-2 шай қасықпен қосасыздар. Артық қосуға болмайды. Қосқан мөлшерімізді тағы да әрі қарай жақсылап араластырамыз. Бұл чизкейктің ерекшелігі, мұнда ұн қосылмайды, сондықтан да бұл десертті көпшілігі ПП десерт ретінде қолданады. Әрі қарай осылай жұмыртқаларымызды қосамыз. Жұмыртқаны тек қана бір-біреуден қосуды ұмытпаңыздар. Әуелі бір жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз, одан кейін екінші жұмыртқаны қосамыз. Осылайша 4 жұмыртқа қосып чизкейкіміздің негізін қалап аламыз. Жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар. Әрі қарай біз сливкимізді құямыз. Мөлшерден артық қосуға болмайды. Сливкимізді құйып болған соң миксермен тағы да осылай араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қоспамыз қатты қою немесе қатты сұйық болмайды. Әрі қарай жүгері крахмалында мөлшермен қосып аламыз да жақсылап араластырамыз. Міне біздің чизкейкіміздің құрамы жақсылап дайын болды. Енді біз табамызды дайындаймыз. Менде табаның диаметрі 18-20 см. Осы жерге біз пергаментный қағазымызды кішкене үлкен көлемде табадан асырып кесіп аласыздар, себебі біздің чизкейк қазір көтерілгенде тасып кету қаупі бар. Және де чизкейгімізді салмай тұрып пешімізді қыздырып аламыз. 180 градуста 40-45 минут пісіресіздер. Беті осылай қызарып әдемі болып піседі. Дайын болған чизкейкті өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен шоколадты ертіп қостым және өзімнің ұнататын жеміс-жидектерімді пайдаландым. Көбінде көпшілік қыздар чизкейкті әуелі кесіп алып, одан соң шоколадты қолданып жатады. Және осылай өз қалауларыңызша әрі қарай түрлі жемістермен әрлеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Үнемі осындай дәмді заттарды дайындап үйренгілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.